Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен мамаммен бірге өте дәмді қуырылған пельмен жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, бізбен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі 1 стакан жылы сүт, жарты стакан су, сары май ерітілген, немесе маргарин болсын, тұз, ас содасы, 1 шай қасық толыңқырамаған ас сода. Барлығын араластырып, қажетінше електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ұнды мен көбінесе өлшемеймін, әр үн қалай болып жатады. Сондықтан өзіңіз мөлшеріне қарай сала бересіз. Кейбір ұндар тығыздау болғаны болады, кейбір ұндар тығыздығы аз болады. Орташа жұмсақтықта қамыр илейміз, қатты емес, немесе жұмсақ емес, орташа қамыр илеп, кішкене уақытқа тындыруға қалдырамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қамырларымызды осылай жайып аламыз. Қамырымыз тым жұқа немесе қалың болып қалмасын, кішкене осындай жұқалау етіп жасаймыз. Қатты тым жұқа емес. Қалай кесу видеосы қажет болып жатса, осылай видеосын қалдырдым. Осылай кессеңіздер болады, өте оңай, барлығы біркелкі кесіледі. Қуырылған түшпәраларымыз тым қатты үлкен емес, тым кішкентай болып қалмасын, көрінісі орташа болса, тіпті әдемі болады дастарханға қоюға. Осылай барлығын 4 бұрыштап, салмасын қалауыңызша дайындайсыз. Негізі пюре жасауыңызға да болады, яғни картопты қайнатып, бұған кішкене сұйық майға пиязды сарғайтып қуырып, бірге араластырып, тұз, қара бұрыш салып жасауыңызға да болады. Бізде фаршпен жасадық, яғни пиязды кішкене қуырып алып, бұған етімізді салып пісіріп алдық. Ішіне салатын салмамыз міндетті түрде суыған болуы керек, ыстықтай болып қалса, біздің қамырымыз былжырап қалады. Картоппен жасасаңыз да дәл солай, кішкене сұйық майға пиязды қуырып, картопқа қоссаңыз дәмдірек болады. Барлығын осылай бүгіп шығамыз пельмендерімізді. Сұйық майға, егер ыдысыңыз, қуыратын ыдысыңыз сіздің қалың болатын болса, жоғарылау отта, ал жұқалау болса, орташа отта қызып тұрған майға осылай пісіріп аламыз екі жағын. Пісіріп жатқан кезде 1-2 рет араластыруды ұмытпаңыздар, сонда біздің түшпәраларымыз біркелкі қызаратын болады. Міне біздің дастарханымыздың сәнін келтіретін қуырылған түшпәраларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.